Сіздермен біз бүгін Learning Apps ортасында интеллектуалды ойындар, викториналар және тест жұмыстары, тағы да басқа жұмыстарды құрастыруды үйренетін боламыз. Ол үшін Google-ға өтіп Learning Apps деген сөзді жазамыз. Жазғаннан кейін шыққан осындай бірінші ссылкаға өтіп, осы жерде регистрация жасаймыз. Мінекей, мына жерде мен уже өз аккаунтыма кіріп тұрмын. Бұл аккаунттан шығып кетіп, мен сіздерге қазір қалай регистрация жасайды екенін көрсететін боламын. Мінекей, вход деген шығады. Міне сіздер кірген кезде входты басасыздар. Осы жерде егерде сіздердің логин парольдарыңыз бар болса, регистрация жасаған болсаңыздар, онда сол логин парольді жазып кіретін боласыздар. Егер ондай жоқ болса, астыңғы жақтағы создать новый аккаунт дегенді басасыздар. Осы жерде имя пользователя жазасыздар, email, пароль өздеріңіз құрастырасыздар, бірақ есте сақтайтындай жазып қою керек. Және сол парольді тағы да жазасыздар. Мына жердегі үш белгіні қою керек. Я принимаю условия деп, я хотел бы получать уведомления, және другие пользователи Learning Apps могут отправлять мне сообщения дегенге міндетті түрде галочка қою керек. Астыңғы тұрған мынандай код сөзді мынау 4 бұрышты жерге жазып шығамызды. Создать конто дегенді басамыз. Сол кезде сіздерге егер барлығы дұрыс болса, новый аккаунттарыңыз ашылады. Егерде атта қате болып, болмаса бұндай ат уже бар деп шығуы мүмкін. Ол кезде сіздерге тек қана өз аттарыңызды басқаша өзгертіп қою керек болады. Жақсы, бұны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді мен өзімнің жазып қойған логиніма кіремін. Енді бұл жерге кіргеннен кейін мына жерде мінекей осындай терезе ашылады. Бұл жерде все упражнения, новое упражнение және создать коллекцию деген 3 вкладкадан тұрады. Все упражнения дегеннің ішінде бізде барлық сыныптарға арналған тапсырмалар, шаблондар берілген. Мына жерде жақындатсақ, мінекей классы деген. Несіне қарай айта кетейін, бұл Learning Apps-ты соткадан да жасасаңыздар өте ыңғайлы, және де ноутбуктан, компьютерден отырып, өздеріңіздің осы логин парольдарыңызбен осы сайтқа кіріп, жұмыс істей берсеңіздер де өте ыңғайлы. Енді осы жерде классы дегенді басып, мінекей классы дегенді басып, жылжытсаңыздар, мына жерде начальная школа, яғни бастауыш мектептің оқушыларына арналған тапсырмалар, сабақтары шығады. Одан кейін тағы жылжытсаңыздар, мына жердегі бегунокты, онда бізде средняя школа, яғни орта буындағы оқушылардың сабақ тізімдері шығады. Және үлкен сыныптарға арналған сабақ тізімдері. Енді біз осы жерде орта буынды аламыз қазір, средняя школа. Мен осы жерде өзім информатикадан сабақ бергеннен кейін, мысалы, информатика сабағымды таңдайын. Осы сабақты көрсететін болам. Ал сіздерде басқа пән болса, кез келген өз пәндеріңізді таңдап, шаблонын таңдап, сол жерден жұмыс істей берсеңіздер болады. Енді бұл жерде мен, мысалы, қандай жұмысты алсам екен, мінекей. Мысалы, графикалық редактор Paint дейді. Осы жұмысты алатын болсам, мына жерде менде дайын шаблондар шықты, мінекей. Бірнеше бетте, астыңғы жағында бірнеше беттерде орналасқан шаблондар. Сіздер осы шаблонды алып, қазақшаға аударып, жұмыс істей берсеңіздер болады. Болмаса, новое упражнение деген вкладкаға кіресіздер, мына үстіңгі жақта тұрған, мінекей, новое упражнение деген осы жерге кірсеңіздер болады. Әйтпесе жаңағы таңдағаннан кейін, мысалы, мен мына жерде соответствие Paint деген нені таңдаймын. Бір рет емес, 2 рет басамыз. Сол кезде бізде шаблонымыз ашылады. Мына жерде задание найти надписи к кнопкам дейді. Окей дейміз. Бұл тапсырма. Енді мына астындағы сөздерді
тиесілі мына жердегі батырмалармен сәйкестендіру керек. Осы тапсырманы қазақшаға аударып берсеңіздер де болады, болмаса өздеріңіз құрастырсаңыздар да болады. Ол үшін мына жерде создать подобное упражнение дегенді басамыз. Осындай бет ашылады. Мына жердегі орысша жазылып тұрғандардың барлығын өздеріңіз қазақ тіліне аударып жазып қойсаңыздар болады. Соответствие point деген сәйкестендіру дейміз. Point-та сәйкестендіру. Мына жерде найдите надписи к кнопкам дейді. Батырмаларға қажетті кнопканы сәйкестендір. Қажетті сөздерді сәйкестендір. Сәйкестендіру сөздерді сәйкестендір. Ал мына жердегі сөздердің барлығы қала берсін. Барлығын болғаннан кейін мына жерде все правильно, молодец дегенді қазақшаға аударып, бәрі дұрыс, тамаша деп жазамыз. Бәрі дұрыс, тамаша. Және ең астына түсемізде завершить и показать предварительный просмотр дегенді басамыз. Мінеки біздің жұмысымыз қазақша тілге аударылды. Окей деп басамыз. Және сохранить упражнение деп бассаңыз, сіздің мои задания деген жерге түседі. Енді бұны сақтағаннан кейін сіздерде осындай бет ашылады. Осыдан кейін мына жерде ссылка деген жерді көшіріп алғаннан кейін сіздерде мінеки өздеріңіздің WhatsApp-қа, болмаса тағы да басқа мессенджерлерге тарата берулеріңізге болады. Сіздермен болған Назым Оңғырбаевна, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.